Салықты 12-ден 20%-ға көтеріп қойды. АЭС-ті біреу салам деп жалған референдум өткізіп, енді үшеу салғалы жатыр. Ең сұмдығы, халықтың жағдайы мұнан арман қиындай түседі. 2025 жыл қазақ үшін алғанда аса ауыр жыл болмақшы. Биліктің зұлымдығы күннен күнге асқынған, халықтың кедейшілігі күннен күнге асқынған бұл жылда халық енді наразы болмай тұра алмайды. Байдың мал артқан сайын кедейдің сан артатын зұлым заман, сұм заман, зар заман келді қазақтың басына. Ол мен айтқан соң келіп тұрған жоқ. Ол қазақтың көнбістігінен, исалмастығынан, ал мына зұлым Назарбаев, Тоқаевтық, Құлыбаевтық, бандиттік, қарақшылық, мафиялық топтардың өз білгенін істеп кеткендігінен болып тұр. Оған қарсы тұратын халықтың шамасы да болмай отыр. Елдің жақсысы, елдің сөзін сөйлейтін игі жақсының асау мінездісін түрмеге қамады. Ары барын, ұяты барын, иманы барын соттады, өлтірді, атты, шапты, шетел асырды. Енді күн үшін күлік жейтін, ақшаға арын сататын арсыздарын, нанға намысын айырбастайтындарды билікке қойып қойды. Жоғарыда отырғандардың барлығы дерлік сатқындар, арсыздар, екібеткейлер, мұнафиқтер. Тіпті дін тонын жамылған дінкеш сектабастардың барлығы дерлік осы биліктің жоғын жоқтайтын, артығын асырып, жыртығын жасыратын, жауырды жаба тоқитындар. Билікті судан тұнық сүттен ақ қылып көрсеткісі келетіндер болып отыр. Қалың қазақ не істейді? Қалың қазақ әрине наразы болады. Әр жерден әркім күңкілдеп, шүңкілдеп, өзінің наразылығын, мынау биліктің неше түрлі қыңыр қисық саясатына қарсылығын білдіре бастайды. Енді оған да Тоқаев амал тауып қойыпты. Жалған ақпарат таратқандар популист болып, және жалған ақпарат таратты деп Қазақстанның қылмыстық істер заңы бойынша жауапқа тартылады екен. Жалған ақпар таратты дейтін жер әлемде жоқ бір бапты қазақ билігі жасап қойды. Және арандату бабы дейтін 174-ші бапты да қазақ билігі жасап қойды. Бұл резеңке баптар қалай созса солай келеді. Билік кімді қаласа соны соттайды. Сол 174-ші баппенен біз де сотталған болатымыз. Қазақтарға бір ғана шығар жол бар. Наразылығыңды білдіресің, ұйысасың, халықаралық адамдық ұйымдарына осы қазақ қоғамда болып жатқан зұлымдықтарды жеткізесің, наразылықтың неше түрлі формасын ойлап табасың, әлеуметтік желіде жазасың, бәріңді қамап соттай алмайды, бәріңді атып шаба алмайды. Ал үнсіз отырсаң, құрған үстіне құрисың. Биліктің орысшыл, қытайшыл екендігі жұрттың бәріне белгілі. Аман қалу тек өзіңе байланысты.